В общем, достар, қарап көрдім. Екінші күн бүгін хамстерство ойнап бір қызық нәрсені таптық. Тапқанда менің ойымша ең маңыздысы осы мына жерде комбо деген нәрсені көріппіз. Мына жерде 5 миллион деген. Мен уже екінші күн осы комбоны алып отырмын. Мына жерде леппеліксін бассаң, осында 3 картаны жинау керек. И осы 3 картаны жинағанның арқасында саған күнде 5 миллион токен қосылып отырады. Оны қалай жинаймыз? Оны жинау үшін міне мына жерде майнинг деген батырмада, майнда фарминг, майнинг. Осы бір батырманың артында именно осы карта жасырылған. Бірақ біз қай карта екенін білмейміз. Так, что тут с интернетом, что-то. В общем, қай карта екенін білмегендіктен бізге осылардың бәрін жақсартып шығу керек. Вот, не біреуін таптық. Өте керемет, өте ерте таптық. Повезло. Қалғандарын көрейік. DeFi. Біреуін таптық. Так. Осындайдан үшеуін тапсаңыз, мен қайсын жақсартқанымды ұмытып қалдым. Примерно осы жерде жоғалтып алдым DeFi-дің маңайында. Жарайды, қазір көрем. MX өсіп жатыр. 20. Ой, жаным, тұра тұршы. Қойған бүкіл нәрсеге лайк басып жатыр. Жұбайым. Бүгін салған. Ох ба, 3 миллионға бірден кейін жақсыртып жүрдім ғой. Жарайды. Жарайды, қазір бұйырса ақтап аламыз. Зарядка да өріп бара жатыр. Так. Просто біз білмейміз де қайсында екен. Ең бірінші күні мысалы өте қиын жасалды. Өйткені ең бірінші күні менде мына батырмалардың бәрі жабық болды ғой. Сіздерде де жабық шығар. Так, бірінші вкладканы, получается, маркетс вкладкасын толықтай жақсартып шықтым деп ойлаймын. Бағана арасында бір-екеу қалқамаса, негізі бәрін жасаған сияқты болдым. Бұл батырмаларды негізі жалпы сіз бәрібір жақсартасыз. Бірақ оны былай бет албата жақсартпай, именно осы күнделікті заданиемен бірге, бонус комбомен бірге жақсартқан тиімді ме деп ойлап отырмын. Даже экранды бет албата баса бермей, именно осылай жасаған дұрыс па деп ойлап отырмын да. Моим ноткоинда бұндай нәрсе болмады. Поэтому ноткоинда приходилось действительно сидеть и задротить. Бұл да енді геймерлардың бір стратегиясы ғой, тоже задротство деп айтсақ болады. Так, кішкене интернет подводит. Видеоны, наверное, сокращать етемін, кесіп мынандай жерлерінде. Ну, давай. Жақсарды да, вроде. Жақсардың ба, жақсырмадың ба? Короче, галстук под вопросом, если что, қазір қайтарам басамыз бұл. Так, галстук под вопросом. Маркетинг, partnership project, program, product time, business time. 300 мың дейді ғой, ладно. Поэтому бір ветканы, осындай бір карточканы до конца жақсартпаңыздар, өйткені келесі жолы, келесі күні, мысалы, сізге оны жақсарту өте қымбатқа шығады. Сондай проблемаға кезіп қалуыңыз мүмкін. Міне екінші картаны таптық. Енді үшінші картаны табу қалды. Үшінші карта бір арзан нәрседен шықса екен деп ойлап отырмын енді. Өйткені егер қымбат нәрседе жататын болса, біз оны біріншіден табу ықтималдығы төмендейді, екіншіден так, екіншіден енді тезірек жасап тастасаң, ол да жақсы ғой. Келесі күнге сенде уже көбірек токен қалады. Так, үшіншісін көрейік. 2 миллион қалды осының бәріне.
негізі менің өзім мына профильді, получается, осы профильді қате жүргізіп жатырмын да, өйткені енді басында зерттеу болғаннан кейін көп нәрсені сразу жақсартып тастадым. Кейін қазір мысалы менде ақша жетпей қалуы мүмкін. Мыналар ұқсайды да бір-біріне, қайсын жақсартып, қайсын жақсартпаған. Так, видео созылатын болды, скорее всего постпен выкладывать етем онда, чтобы ускорять етпей. Көбірек Reels форматынан асып бара жатыр уже. Так, что-то О, табылды, көрдіңіз бе міне? Забрать приз 5 миллион табылды. Получается, үшінші вкладканың соңғы карточкасынан біз 5 миллион табылдық. Жаңа видеоның басында менде сол 5 миллионның маңайы болды. Получается, мен біраз нәрсені жақсартып тастадым. Соның өзінде маған тағы да 5 миллион қосылды. Міне мына жерде таймер 23 сағат деп тұр. Қазір бізде сағат 5. Получается, ертең мөлшері сағат 5-6-да менде уже обновление болады, и мен комбоны қайтадан жасай аламын. Солай. Потом обязательно мына ежедневный награданы ұмытпаңыз. Кеше ұмытып кеттім. Кеше ұмытып кеткеннен кейін бүгін бірінші күн қайтаран басталды. Сондай. Тағы не нәрсе бар? Мысалы, мына жерде майнинг деген жерде special деген батырма бар. Бұл жерде міне упущенный деген уже қазір ала алмаймын мен бұларды. Түсінесіз? Ол уже упущенный выгода. Так, келесі міне новые дегендер, міне 1 миллионға міне мысалы прибыль в час 5 мың қосылады. По идее, это қымбат слишком. Мынаны мысалы міне мына Богдановты мен жаңа бір нәрсені қымбатқа жақсарттым ғой, соның арқасында ғана ашып алып отырмын. И прибыль в час көрінбейді. Қазір мен алайын, содан кейін көрінеді жалпы қанша прибыль в час беретін. Так, алдық. Сағатына 450, почти 500 береді, жаман емес негізі. Но не стоило оно того, по идее. Почему? Потому что мен оны ашу үшін мен мына жерде margin trading X50 дегенде 3 миллионға жақсарттым жаңа, түсінесіз бе? Получается 400, какой-то бір 500 прибыль доллар демей қойым, 500 токеннің в час 3 миллион затрат кетті. Оның 3 миллионның алдында, наверное, 1 миллион болды. Ну, грубо говоря, 5 миллиондай жаңағы карточканы алу үшін 5 миллионға дейін кетті. Ну, ничего страшного, думаю. Бәрібір жақсаратын нәрсе ғой. Просто бұл ертеңгі күндері мына комбоны алуға сізге кедергі келтіру мүмкін. Өйткені ертең мысалы комбо мына жерге тығылатын болса, менің мына батырманы жақсарту үшін 7 миллион керек, көрдіңіз бе? Сондай нәрселерді ойыңыздан шығармаңыз. Солай, достар. Осындай қызық ойын. Мұндай немнеге сілтемені өзіңіз достарыңызға таратсаңыз болады. Мен видеоның астына тоже сілтеме қалдырып кетемін. Егер ойнап бастамасаңыз, осы сілтемемен кірсеңіз, сізге тоже бонустар қосылады. За приглашение. Егер премиум телеграм аккаунт болатын болса 25 мың аласыз. Егер обычный телеграм болса 5 мың аласыз. Вот сондай тема. Арғарай не істеймін? Менде прибыль в час мне өсті. Ол пассивно жасала береді. Мен негізі қазір бұны отырып былай басып отырмаймын. Бастапқы мақсат осы комбоны уақытша енді хотя бы неғұрлым ұзақ сіз осы комбоны жүргізе аласыз. Там үзбей деген ғой, там қанша күн подряд. Соғұрлым сізге жеңіл болады да, осының бәрін дамытып, прибыль в часты жақсарту. Тағы айтатын кеңестерім, енді бірінші күнде обязательно мына бәрін орындап шығыңыз. Өйткені сізге бастапқы карталарды ашу үшін біраз қаражатыңыз керек болады. Ну и таныстарыңызды шақырып отырыңыз. А по поводу листинга, бұл монета қашан шығады, қалай шығады, қандай бағамен шығады, это уже другой вопрос. Мен неге жалпы бұл нәрсені түсіріп отырмын? Өйткені ойынның идеясы, ойынның графикасы, разработчиктардың маркетинг жағы
даже комьюнитинин өзүн алатын болсаңыз, там почти мен биринчи күн салган кезде 23 миллион адам болгон. Бүгүн міне арасында 2 күн убакыт өттү. Уже 26 миллионга жетип калды. Егер bunday темппен күндө 1 миллион косулуп отса, это страшная сила болмакчы. Поэтому буну по-любому листингка чыгат бул нерсе. Может, арзан багамен чыгатын шаар, но ким эртерээк бастайт деген әңгіме бар. Дело даже эртерээк бастаганда эмес. Ана жерде именно майнинг карточкалары бул негизи рекламный карточкалар го. Спешалды көрсеңиз, ар түрлүү организациялардын эми бастапкыда булар өздөрүнүн каналдарын рекламировать этип жатыр. Бирок мына жерде, я думаю, любой рекламодатель в будущем сможет сюда свою рекламу предлагать. Если сондай форматта жумуш жасайтын болса, бул проект узакка баруу ыктималдыгы бар. Солай достар, назарларыңызга рахмет. Сау саламатта болуңуз.